Ясин сүресі 5-ші сабақ. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Біз Ясин сүресінің 2-ші бетінен ары қарай жалғастыратын боламыз, қыздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рабби зидни илман ва фахман. Ең бірінші аяттардың тәжвидік талдауын жасаймыз, содан кейін оқып жеке-жеке танысатын боламыз, иә? Ең бірінші біз нені көріп тұрмыз? Мынау жерде раның үкімі көріп тұрмыз. Бұл жерде жіңішке тарқиқ болады, қалқала болады. Және идғам мислин мағалғунна. Мына жерде исхар, мәд, қамария, тафхим. Тәжвид ережені талдаған кезде міне осылай тек қана атын атап түсін түстейсіздер ереженің. Болды. Мына жерде мәтін мұттасыл, қамария, тафхим. Және аяттың соңы сукун ғарид, және мәтпен келіп аяқталғандықтан бұл мәт ғарид болады. Енді оқылу барысына қарап көрейік. Бірінші уаудан басталады. Уә деп ерінің ұшынан ғана уә демейміз, ауаны итеріп шығарамыз. Уә, уә. Уауды айтқанда, даман айтқан кезде дәретте ерніміз толыққанда арқысын береміз, иә? Уә. Екінші дот. Уә. Иә? Оны уәб деп қалқала сияқты орнынан қозғамаймыз, сукунмен. Уәб. Риб. Риб қалқала. Ләхум. Мына жерде екі мем қатар келді. Да, мислейін мағалғынна. Барынша ләхум деп ұстап тұрмаймыз ерінмен. Ерімізді орнына келген күйінде ұстаймыз. Ләхум. Міне, енді деп ұстайсыздар, иә? Ләхум. Мәсәлән, сақалса тіліміз екісінің арасына қысып арқылы шығады. Лән тәнвиннен кейін әлиф келді, исхар болады. Тәнвиннің харакетіне қарасаңыздар, бұл тәнвиннің сызығы былай қатар келген, да? Бірінің артынан бір тіркес келмеген. Тәнвиндерге де мән беріңіздер, қыздар. Иә, мысалы мына жердегі тәнвин бірінің артынан бірі тіркес келген. Көрдіңіз бе? Ал мынау параллель келген, бірдей келген. Бұны біз тәра кубул харакетейн деп айтамыз. Тәра кубул харакетейн. Исхар болады. Мына жерде сот жуан екен деп, әлифті де асха деп айтатын шәкірттеріміз болады. Жуанды жуан, жіңішке күйінде шығарамыз. Бәл, қамария, қар, ра, қар демейміз. Ерніміз алдыға келмейді. Немесе қар көп ра айтпаймыз. Бір ғана ра сукунмен қар болды. Яти, нота марбута, я? Из, әлиф хамзаны бір ұрып айтамыз. Және мына жерде мәт мұттасыл тұр. Мәт мұттасылдың үкімі, қыздар, уәжіп. Мәт мұттасының үкімі уәжіп. Сіз қандай жағдайда Құран хатым оқып отырсаңыз да, тез оқимын деп 4-ті 2-ге түсіруге болмайды. Ары қарай, хәл қамария. Жалпы, қыздар, мынау мәт болсын, мәт мұттасыл болсын, үкімдері уәжіп болған, идғам ихфалар болсын, мен тез оқып жатырмын десеңіздер де, оларды қысқартуға болмайды. Оның тез оқысаңызда өзінің өлшемі бар. Соған өте қатты мән беріңіздер. Қыздарымыздың көбісі Құран хатымды тез оқимын деп осылар тастап кетіп жатады. Мур, тафхим жуан оқылады. Сәлун, аяттың соңы 4-ке, және 5-сінде деп тоқтаймыз. Кішкене сәл жаңғырықпен нунның ғұннасын беріп тоқтаймыз. 4-ке созамыз. Енді осын 4-ке созғанда шәкірттерімізде байқалмайтын бір қателік жібереді. Толықтай мұрынға ғұнна салады. Мур, сәлун, мысалы, лыдан бастап мұрынға кетеді. Сәлун деп болмайды. Ауыздан таза шығарамыз. Мур, сәлун, деп кішкене жаңғырықпен тоқтаймыз. Ғұнналық сипаты сақталады. Жақсы ма? Ары қарай кеттік. 2-ші аятқа келдік. Из. Әлиф хамзаны әр қашан ұрып айтамыз. Сәй ғана из дей салмаймыз. Из. Сукун. Из. Әр. Ра жуан. Әр. Немесе әр жоқ. Тек қана ерніміз қозғалынбайды. Біреу ғана әр болды. Сәл.
Sukun lam. Сәл орнынан қозғамаймыз. Сәл демейміз. Қалқалап болмайды. Сәл нә. Енді бұл жерде мәтін мұнфасыл. Мәтін мұнфасылдың үкімі, қыздар, жәйіз. Енді осы жерде мен сіздерге бір айтып кететін бір нәрсе бар. Мына жерде мұттасыл болды, мына жерде мұнфасыл болды, Мұттасыл жаңа айттым, үкімі уәжіп дедім, 4-ке 5-ке созу керек дедік. Ал мұнфасылдың үкімі уәжіп емес. Оны 2, 4, 6-ға дейін созуға рұқсат етіледі. Бірақ имам Асым қырағаты бойынша оны біз 4-ке созамыз, Енді қараңыз, бір аяттың ішінде, мысалы, Ясин оқып отырмыз, Сіз Ясиннің басынан соңына дейін оқыңыз мейлі, немесе бір аяттың ішінде болсын, мұттасыл мен мұнфасыл қатар келген жағдайда мұттасылдың үкімін біз аламыз. Өйткені мұттасыл мұнфасылдан қуатты болғандықтан, міндетті түрде мұттасыл 4-ке созсаңыз да, мәт мұнфасыл жәйіз болса да, сіз оны 4-ке созасыз. Егер оны 5-ке созсаңыз, 5-ке созасыз. Мұнфасыл мұттасылдан қуат алып, соның ырқында болады, былайша айтқан кезде. Сол үшін мен көп байқаймын, хатым жасаған қыздарымыз мұттасыл мен мұнфасылды мәт деңгейіне де жеткізбейді, 2-ге де жеткізбейді, қысқа өте шығады. Ол болмайды. Ары қарай кеттік. Илайхиму. Лайда не бар? Харф лим бар. Илайхимус. Сақау сә. Мына жердегі уасыл хамзаны оқымаймыз. Илайхимус. Мус деген ерін орнына келеді. Мус деп қалып қоймайды. Мус. Еріннің харакеттері, еріннің қимылдары өте маңызды, қыздар. Оған мән береміз. Мен жалпы шәкірттеріме сабақ өткен кезде зумда міндетті түрде камераны ашуға шарт қоямын. Және видеомен сабақ тапсырған кезде де видеоға түсіртіп жіберемін. Ешқашан мен аудиомен тыңдамаймын. Аудиомен де тыңдап, олардың қателігін құлақпен тыңдай аласың, бірақ олардың ерін қимылдарын міндетті түрде көріп, оны дұрыстап отыруым керек. Онсыз болмайды. Ерін қимылы өте маңызды, қыздар. Илайхимус найни. Фәкәззәбу мәт болады. Хума мәт болады. Фәаззәз. Қараңыз, 3 зә қатар келіп тұр. 3 зә бізде сафир. Қарама қарсылығы жоқ сифаттардан сафир болады. Ол не деген сөз? Ол өткір, пышақ кескендей осы тап-таза шығасыз. Фәаззәз. Тап-таза ұз деп шығу керек, ол ешқандай ұз деп сақау кетуге болмайды. Нә не болады? Мәт болады. Биса мәт болады. Бисалисин. Ал енді ихфаға келдік. Ихфа бойынша кішкене мен ақпарат бере кетейін, қыздар, сіздерге. Ихфаны көп Құранға түскен қыз-келіншектер, шәкірттеріміз әйтеуір мұрынға жіберіп ыңылдау деп қана, тек қана осылай ойлайды. Мұрынға жіберіп ыңылдасаң болды, ихфа болады. Жоқ, ихфа деген өте үлкен білім, қыздар. Ихфаның өзі деген қандай сипаттар, қандай қасиеттері бар ихфаның. Қараңыз, ихфаның жасыру, бүркемелеу, келесі махражға жасырасыз, бірінші жасыру деген қасиеті бар. Ихфаның оның ғұннасы бар. Ихфа ашық ихфа болады, жабық ихфа болады. Және ихфа жуан ихфа болады, жіңішке ихфа болады. Көрдіңіз ба? Ихфаны мен шәкірттеріме айтамын үнемі, сіз өзіңіздің балаңызды қалай жақсы танисыз, сонда ихфаны тану керексіз деп, мен алдыңғы сабақтарымда да айттым, сіз ихфаны айтқан кезде келесі әріп егер фә болатын болса, осыны тыңдап отырған, сіздің Құраныңызды тыңдап отырған ұстаз сіздің келесі ихфадан кейін фә шығаратыныңызды білу керек. Өйткені сіз фәға жасырып отырғаннан кейін жасырылған әріптің қандай әріп екенін ұстаз тыңдап білу керек. Егер сіз мына фәніға жасыра алмасаңыз, әйтеуір ыңылдау екен деп мән мағынасы жоқ ыңылдай берсеңіз, ол ихфа дұрыс болмайды. Енді қараңыздар, мына харакатқа қараңыздар. Мынау ілгерінді кейінді, жаңағы исхар сияқты, мына сияқты параллель емес, ілгерінді кейінді. Бұл да өте маңызды. Бұл тәтәбул харакатайын деп аталады, Тәтәбул харакатайын болған кезде келесі әріпте ешқандай да не болмайды. Шәтта болмайды, Соған мән бересіздер. Ары қарай кеттік. Фәқалу қамат лу мәт мұнфасыл
мына нун шәддәні барынша ұстаймыз, иә. Бұл жерде нун шәддәні идғам мислейн мағал ғунна деп те талдап жатады. Иә, шынымен де бірінші сукунды, екінші харакел идғам мислейн мағал ғунна екені шындық. Бірақ өйтіп талдамаймыз. Неге? Көзімізге біріншісі сукунды болу керек, екіншісі харакетті болу керек. Солай көрген қазақ қана біз оны идғам мислейн мағал ғунна деп талдай аламыз. Ал енді бұлай бір аттың ішіне кіргізіліп шәдда болған кезде мүмкіндігінше харф ғунна мүшәдда деп айтуымыз керек. Инна мәт мұнфасыл болды. Илай харфлин болды. Иә? Кум тағы не болды? Екі егіз әріп. Идам мислейн мағал ғунна. Иә, идам мислейн мағал ғунна болды. Кум мимнің үкімі бұл жерде. Мур, мур, мур. Көрдіңіз ба? Енді ранның үкімінде қыздар мына жерде мынаны мур деп еріміз қалып қоймайды. Мур, мур орнына келеді. Біреу ғана. Мур деп айтпаймыз. Сәлун ашық мәт ғарит жасаймыз. Мур, сәлун болады, қыздар. Түсінікті ма? Ары қарай кеттік. Қо мәт, лу мәт, мәт мұнфасыл. Әнтум ашық жіңішке иқфа. Тум исғар шафауия. Илә мәт бәшарум. Мына жерге кішкене тоқталғым келіп тұр, қыздармен. Тәнвиннен кейін мим келді. Не болады? Тәнвиннен кейін мим келсе, идғам мағал ғунна болады. Енді идғам мағал ғуннаға байланысты кішкене ақпарат беріп кетейін. Идғам мағал ғунна деп қана айту жеткіліксіз. Біз оны да өзіміздің баламызды жақсы білгендей білуіміз керекпіз. Бәшарум дегенде бірінші кіргізіліп кеткен сукун мудғам болады да, екінші кіргізілген мудғам фих деп аталады. Бұл жерде идғам тақаруб болады. Идғам мағал ғуннаның кәмил идғамы болады. Жердегі бұның заты да, сипаты да жоғалып кетеді. Тәнвин егер сукунун сукунунға сукун қойылмайды, шәтті көзімізге көрінеді. Идғамға байланысты осындай біраз тереңдетілген тәжвид бойынша ақпарат бар. Ары қарай кеттік. Мислуна мәт болады. Уәмә мәт мұнфасыл. Әнзәлі ашық жіңішке иқфа. Зәлар шәмсия. Рахман дегенде мына жерде кішкене бізде жасырын мәт бар, иә. Енді осы жерде шәкірттеріміздің байқамай жіберетін қателігі мимға шәтті қояды, екі м шығарады. Қалай? Рахман дейтіне қараңыз. Рахм бірінші мим мәті болады да, мә фәтха қояды, екі мим болады. Рахман. Ол қате, бір ғана мим. Рахману. Осыға мән бересіздер. Екінші мим иқфа, ашық жіңішке иқфа. Шәй харфлин. Ин исхар. Тағы да исхар. Тағы да ашық иқфа. Исхар шафауия. Мына жерде мәт. Тәкзибун. Сукун ғарит. Аяттың соңы. Және мәт келген үшін мәт ғарит болады. Түсінікті? Қыздар, түсінікті, иә? Енді бір аят үйренейік. Сөйтіп, ең соңынан мен бір оқып беремін сіздерге. Ары қарай. Қалу, екі мәт. Екеуі де бірдей сөз. Біреуі бірге, біреу үшке сөзға болмайды. Бірдей. Қалу, Раббуна, Раббуна. Енді қараңыздар. Бә шәттеләніп тұр. Бә шәттеләніп тұр. Бұны Рабб деп бетімізге күш бермейміз. Рабб деп томпимау керек. Я? Рабб қуатты күшті бетке емес, ерінге саламыз. Рабб. Рабб. Көрдіңіз ба? Рабб. Рабб. Ерінге күш саламыз. Бетке болмайды. Рабб. Бірінші сукунда екпін береміз. Буын сияқты күштіп салған саламыз. Сөйтіп екінші рет даман айтамыз. Раббуна мәт болады. Ра деген кезде ро демейміз. Ро деген араб тілінде о жоқ, қыздар. Жуан әріптерге о дегенді қоямыз. Көп қыздарымыз жуан әріпке ро, рахман, рахим, қола, немесе алла дегенді алло деп жатады. О дегенді жоқ. Жақты ашамыз. Құдайдың берген жағын ашыңыздар. Фәтхан берген кезде деп күлімсіреп
жіңішке айтпаймыз. Раббуна демейміз. Роб. Міне, ро жоқ, иә? Осыған өте қатты мән беріп үйреніңіздерші, уже үйренетін болдыңыздар ғой. Раббуна я'ламу. Айнның бәйне сифаты бар. Кішкене үстінде ағызып өтеміз сукунды. Я'ламу. Яқламу демейміз, е? Яқламу емес, я'ламу. Оған да жақташыңыздар, дұрыс шығу үшін. Я деп қыспаймыз. Жақ ашпаса қысылып қалады, езіліп қалады. Я деп езбейміз, е? Үстінде ағызып өтесіздер, еркін жағыңыз ашасыз. Жеңіл. Я'ламу. Ары қарай харфуна мүшәдда ұстаймыз. Инна мәт мұнфасыл төртке. Нун шәдді мен мим шәдден ұстаудан ешқашан сіздер не қылмаңыздар. Ұялмаңыздаршы, нун шәдді мен мим шәдден қанша ұстайсыз, сонша көркем қыздар. Өте тез. Инна, әммә, әнна деп өте салмайсыз. Құраныңыз көркем болсын десеңіз, нун шәдді мен мим шәддені міндетті түрде ұстайсыздар. Инна илайкум орнымызға келеді. Ерін илайкум деп домалақтанған күйінде лән айтпаймыз. Илайкум ла мур. Біреу ғана. Ла мур салун. Ары қарай. Уәмә алайна. Алай харфлин. Харфлин дегеніміз жұмсақ деген сөз. Лин деген жұмсақ. Харф дегеніміз әріп. Жұмсақ әріп. Үстінде жұмсақ әріп. Алай екпін буынды береміз. Уәмә алайна. Төртке. Илләл. Міне, сукунның бірінші сукуны менен мына жердегі сукунды екпін береміз. Буын сияқты. Бірақ орыннан қозғамаймыз. Илләл деген жоқ. Орын қалқала болмайды. Илләл бәлә. Бәлә жақташамыз. Бәлә ғул. Ғул. Ерін орнына келеді. Ғул. Мубин. Ары қарай. Қалу тағда мәт. Өтшіқамды албайын. Қалу мәт мұнфасыл харфуна мүшәддәні ұстаймыз, әлиф хамзаны ұрамыз, ин деп, я? Мәт тәтойяр. Енді қараңыз, тә жіңішке мақыраш, по жуан мақыраш. Тәл-по. Мынау та әріпін айтқан кезде, қыздар, та айтқан кезде, қолыңызды ерніңізге қойып көріңіздер, я? По. Осы кезде қолыңызға жып-жылы леп аузыңыздан қолыңызға жетті ма? По. Ауа, леп. Егер қолыңызға сезініп тұрсаңыз, ол дұрыс емес. Қолыңызға ешқандай жылы лебіңіз, деміңіз болмау керек. Ол хәміз пысап сыртқа шықпау керек. Міне. Тәл-по. Тәл-то. Тап-таза ешқандай саусаққа сезілмеу керек. Тәтойяр. Ра біреу. Нәбикум. Ла илләм. Енді хамза бар мына жерде. Хамза және сукунду нун ламға келіп тұр. Көрдіңіз ба? Сукунду нунның сукуны жоқ. Ләмде шәдда бар. Сонда бұл не болады? Идғам билла ғунна. Идғам билла ғуннаның ішіндегі қыздар мынау кәмел идғамға жатады. Одан кейін мим шәдда, мим сукун, исхар шафауия, тән ашық ихфа жіңішке, ху мәт, ләнару, тафхим, жуманнакум, нун шәдден ұстаймыз. Жуманнакум, исхар шафауия, вәләйәмәссәннакум, ешқандай созу белгісі мынаған дейін жоқ. Әріптер созылмайды. Қалай бар, солай оқимыз. Вәләйәмәссәннәкум. Мына жердені ғұнна толық береміз. Мына жерде толық ұстаймыз. Мына жерде толық ұстаймыз. Қараңыздар. Ғұннаны созу деп
үйретпейміз қыздар, иә, ешкімге үйрететін болсаңыздар да ғұннаны созамыз деп үйретпейсіздер. Ол қате. Ғұнна ешқашан созылмайды. Ғұнна ұсталады, қыздар. Ғұнна ұсталады. Ғұннаның ұстау мөлшері деп айтамыз. Ғұннаның созу мөлшері деген жоқ. Иә, ұстаймыз. Енді оқиық. Бірінші сукунда, шәттәнің сукунда екпін береге, сонда басқа әріптер созылмайды. وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَذَابٌ деп ерніміз қалып қоймасын. عَذَابٌ әлим. Ғұнна жоқ. Әлим деп мұрынға жібермейміз. Ауыздан әлим. Мимнің ғұнналық сипаты кішкене сақталу керек. Деп кішкене жаңғырықпен тоқтайсыздар. Жақсы ма? Ары қарай. Қолу мәт тоирукум. Мына жерде не бар? Мәт мұттасыл бар. Бір сөзде келіп тұр, иә? Той. Бұны сіз тойрукум деп айтпайсыз. Тойрукум емес, хамза и. Шатастырмаймыз. Көп қыздарымыз и мен и. Екеуі екі бөлек әріп шатастырады. Соған мән беріңіздер. Ирукум тағы да егіз әріп келіпті. Ида мислин мағалуна. Барынша ұстайсыздар. Кум мағакум. Исхар шафауия. Міне, екі хамза ұрып айтамыз. И. Әй деп айтпаймыз. Әйң деген жоқ, иә? Осы жерде де шәкірттердің жіберетін қателіктер көп кездеседі. Әйң зіккіртім деп. Жоқ, бөлек-бөлек. Ин, жіңішке ин, зуккиртум, зуккир, ра жіңішке, тарқиқ, зуккир емес, иә? Зуккир жіңішке, зуккир, тум, тыға да цум демейміз. Таза, тум деп тоқтаймыз. Уақыф жасаймыз мына жерде. Егер тоқтамасақ, онда мимнің ережесі ихфа шафауия жасалады. Тум деп ұстау керек болады. Уақыт болған үшін бөлек зуккир, тум бітті. Ары қарай жаңадан демалып алып қайтадан бастасақ болады. Өйткені уақыт бар, иә, мына жерде. Бәл, мына жерде ләмнің сукунды ләмнің ережесі, иә, сукунды нон, сукунды мим деген сияқты сукунды ләмнің да ережесі бар, иә, мына жерде исхар ләм болып оқылады. Бәл, әнтум, ихфа ашық жіңішке. Тум, исхар шафауия. Қау харфлин. Мына жерде енді тәнвиннен кейін мим келді. Идғам, мағал, ғунна. Және идғамы кәмил. Тақарруб. Идғам мағал ғунна, идғамның тақаррубы және кәмил идғам. Бүгінгі сабағымыз осыған дейін болды, қыздар. Бүгінгі сабағымыз осыған дейін. Енді барлығын бірге оқып жіберейік.